Ағымдағы жылдың бір аптаның ішінде Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының жергілікті полиция қызмет басқарма бөлімінің учаскелік полиция инспекторларының тарапынан барлығы 257 әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаларға әкімшілік хаттама толтырылды. Осы аптаның ішінде учаскелік полиция инспекторларының тарапынан 5 тұлға есірткі заттарын өзімен бірге заңсыз тасымалдап жүргені бойынша анықталып, ұсталып, олардың үстінен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Құрметті Жаңаөзен қаласының тұрғындары, егер де қаламызда әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаларды өздеріңіздің тарапыңыздан анықтаған жағдайда, дер кезінде 102 нөмір арқылы біздің полиция басқармасына хабарлауыңызды сұраймын. Және де сол шағын ауданның учаскелік полиция инспекторларына тікелей хабарлап, уақытында құқық бұзушылық жасаған тұлғаларды ұстап, әкімшілік хаттама толтыруға көмектесулеріңізді сұраймын. Егер біздің полиция басқармасына көмектеріңізді көрсеткен жағдайда, Маңғыстау облысы полиция департаментінің бастығының бұйрығымен ақшалай марапатталатындарыңызды қаперіңізге беремін.